Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Алмас Айтымов. Бұл видеода ескі тахеометрлерге кабель арқылы қалай проект жазуға болатыны туралы айтатын боламын. Видеоның барысында қандай бағдарламаларды қолданамын, және де кабельдің драйверін қалай қоямыз, және проект жазудың екі әдісі туралы айтатын боламын. Ең алдымен біздер проект жазу үшін қолданатын программа ол Leica Instrument Tools деп аталады. Осының ішіне кіріп, сол программаны установка жасауымыз керек. Установка өте оңай түрде өтеді. Мына жерде галочка қойып, Next баса береміз. Мына жерде бізге керегі Data Exchange Manager. Осыны установка жасаймыз. Установка бітті. Установка жасалғаннан кейін программаны тауып аламыз. Пускқа кіріп, Leica Geosystems, мына жерде Data Exchange Manager, рабочий столға шығарып қойса болады, ыңғайлы болу үшін. И соған кіреміз. Кірген кезде мына жерде Serial Port дегенге плюс басамыз. Қазіргі уақытта менде тахеометр кабельмен қосылып тұр. Кабель GF 267. Бірақ та бұл жерде менде тахеометр шығып тұрған жоқ. Ол үшін біздер драйвер қоюымыз керек. Ол драйвер қойылмағандығын мой компьютер диспетчер устройствоға кірсек, міне көре аламыз. Мына жерде леп белгісі тұр. Осы жерге мышканың оң жағын басамыз, обновить драйвер деп. Найти драйвері дегенге басамыз. Мына жерде обзор. Обзорда біздің папка қай жерде орналасқан, драйвер орналасқан, соны көрсетеміз. Далее драйвер қойылды. Жауап берсек болады. Жаңа Data Exchange Manager'ды ашамыз. Мына жерде плюсті басқанда біздің тахеометр шықты, COM 5-те. Осы жерден біздің проекттерді көрсек болады. Егер де сіз бірінші рет жасап отырсаңыз, бұл жерде проекттер шықпауы мүмкін. Ол үшін біздер компорттың настройкаларын өзгертуіміз керек. Компорттың настройкаларына кіреміз. Компорттың ішінде біздер мына портты таңдаймыз, 5-ші порт, және де инструменттің сериясын таңдаймыз. Менде ол TS02+, Leica. Мына жерде Rate, Parity, Stop Bit, Data Bit, End Mark дейді. Осылар жерде қалай жазылып тұр, дәл осындай тахеометрде де бірдей болу керек. Тахеометрде настройканың ішіне кіреміз. Настройканың ішінде связь. И жаңағы настройкалар міне осы жерде жазылып тұр барлығы. Осылардың бәрін бірдей қылып жазуымыз керек. Содан кейін барып қана бұл проекттерді көретін болады. Data Exchange Manager мен кабельдің драйверларын Telegram каналдан тапсаңыздар болады. Сілтемесін описаниеда қалдыратын боламын. Енді проект жазу әдістерімен таныстыра кетейін. Бірінші әдіс ол бізде JSA конвертер программасын қолдану арқылы болады. Ол үшін ең алдымен мен CSV файлды алдын ала дайындап қойғам. Координаттардан мына жерде координаттың атауы, Y координаты, X координаты және де отметкасы. JSA конвертерді ашамыз. Мына жерде import-export, import и CSV файл. CSV файл таңдаймыз жаңағы. Мына жерден тексеріп аламыз. Атауы, Y, X, отметка. Одан кейін барып, сохранить как, save as. Мына жерде автомат түрде JSA форматта файл шығады, и соны сақтаймын. Ол сақталынған JSA файлды жаңағы Data Exchange Manager арқылы жаңағы JSA файлды тауып аламын, қай жерде орналасқан. И мына JSA файлды бұлай солға қарай job 20 минус деп тұрған жерге қарай апарамын. Сонда жаңа проект жазылады. Бұл жерге тест деп жазып қойын. Ағылшынша жазу керек. Тест 2. Екінші әдіс автокадқа
қосымша бағдарлама қою арқылы болады. Ол бағдарламаның аты dz import export jsi деп аталады. Мына архивті ашып установка жасаймыз ең алдымен. Установкасы өте қарапайым. Далее деп баса береміз. Далее установить. Окей, мына жерде PDF файл инструкциясы бар. Соны ашып дұрыстап қарап алсаңыздар болады. Енді бұл установка жасалғаннан кейін автокадқа жүктеу керек оны. Ең алдымен автокадта қосымша файлдар орналасқан папканы көрсетуіміз керек. Параметрға кіріп, мына жерде путь поиска вспомогательных файлов дейді. Осы жерге добавить, обзор. И жаңағы қойылған бағдарламаның папкасын көрсету керек. Ол обычно C дискінде болады. Program Files x86 Surfusion деген папка. Осының ішінде dz import export. Осы папканы ашып, открыть деп қоямын. Применить. Окей. Келесі командный строкаға жазамыз. Меню загрузить деп. Меню загр. Осы жерде обзорға басамын. Жаңағы папканың ішіне кіремін жолдар бойынша. И соның ішінде QX форматындағы файлды таңдап загрузка жасаймын. Загрузка жасап жабамын. Сол кезде менде мынандай кішкентай ғана кнопка шығатын болады. Осы кнопканы басамын. И мына жерде екі кнопка бар. Экспорт, импорт деген. Бізге керегі экспорт. Осының ішінде жаңағы таңдайтын боламын. Одан бұрын айта кететін тағы да жағдай. Мынау менде реперлар орналасқан точкалар. Мысалы, алдын ала точкалар, отметкаларының слойы бізге керек емес. Оны өшіріп қойсақ болады уақытша. Мына жерде бізде атаулар жазылған слойды атауларын точкаға жақындатып қойған дұрыс. Осылай бүкіл бағдарламамен жұмыс істеген кезде негізі осылай істеген дұрыс. Бүкіл точкаларды, бүкіл тексттарды белгілеп, точканың өзін үстіне қойып қойса, сонда мынау жақын тұрған атауларын точкамен бірге алатын болады. Енді жаңағы dz export импортқа кірем. Выполнить экспорт. Мына жерде ең бірінші қайда сақтаймыз, соны сол папканы және де атауын жазамыз. Мысалы тест 3. JSI формат. Сохранить. Мына жерде объекттеріміз бізде точка. И нумерация чертежа дегеніміз ол жаңағы атауларын или номерларын қасында тұрған тексттен алу деген сөз. Далее басамын. И жаңағы точкалардың бәрін белгілеп шығамын рамкамен. Мына жерде менде барлық точкаларым шықты. Енді экспортты басамын. Экспорт жасалды. Ол бізде мына папкада шықты. Тест 3 деген. Data Exchange Manager'ды ашып, жаңағы папканы ашамыз. Көрінбей жатса refresh дегенді басамыз. И мына тест 3-імізді мына жақта тахиометрге қарай бақтырамыз. Тест 3. Осындай екі қарапайым әдісті қолдану арқылы кабель мен тахиометрге проекторды жазуға болады. Бірақ бізде екінші әдісте азырақ қадам жасаймыз. Сол үшін біраз тезірек болады. Кімге қандай әдіс ыңғайлы, соны қолдансаңыздар болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Осы арнаға тіркеле отырыңыздар. Және де Телеграмдағы мастерская геодезиста деген каналға да тіркеле отырыңыздар. Онда жаңағы бағдарламаларды, драйверларды салып отырамын. Және де YouTube'да жоқ контент сонда болады. Сау болыңыздар.